Ұстаз, келесі сұрағымыз, құрбан айтта құрбан шалу кімдерге міндет? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Енді құрбан айтта құрбан шалудың күні уәжіп болып табылады. Асылында уәжіп дегеніміз міндет болып табылады. Кімдерге? Бірақ егер мұсылман болып және бұлда да нисап мөлшерінде малы болатын болса, мысалға бір адам, біз білеміз ғой, зекет беру үшін бір адам нисап мөлшерінде малы болу керек. Нисап мөлшерінде малы деген 85 грамм алтын деп айтсақ болады. Ол алтын теңгемен шаққан кезде бір 2,5 миллион ақшасы болатын болса бір адамның, немесе сол 2,5 миллионға татитын құнды бір алтын секілді немесе сондай бір малы болатын болса, онда ол адамға зекет беру міндет болған секілді, онда ол адамға да құрбандық шалу уәжіп болады екен. Демек бір адам бай, құрбандық шалу бай адамға міндет болады дедік. Және мұқим болу керек. Мұқим дегеніміз тұрғылықты болу керек. Сапарда болмай, тұрғылықты болса, және жағдай жетіп тұрса, бұл адамға шалу уәжіп. Ал енді жалпы жоқ, қатты бай болмаса да, жағдай болып кішігірім қой соя алатындай жағдай бола жатса бір адамның, ол адамға да сою мұстахаб, жақсама. Яғни тек қана маған міндет емес екен ғой, мен соймай қояйын деместен, мен да бисмилля сол байлардан болайын деп, мен да қой сояйын деп адам ниеттеніп жатса, бұл мұстахаб, жақсама. Яғни біз ондай нәрсеге шақырамыз иншалла. Бірақ егер жағдай жетіп тұрып соймаса, онда ол уәжіп тәрк еткендігі үшін күнәһар болу ықтималы бар. Сосын жағдай жетіп тұрған болса, мұсылман болған болса, балиғат жасына толған болған болса, бұл ер азаматқа да, әйел азаматқа да уәжіп болған амал. Онда бір үйде мысалға бір адам үйінде балиғатқа толған баласы болса, және баласында мал мүлкі болатын болса бөлек, әке-шешесінде мал мүлкі бөлек болатын болса, онда оларға әрқайсысына жеке-жеке құрбан шалу міндетті. Мысалға қой деп айтайық, немесе ешкі деп айтайық. Қой да ешкі де құрбан шалуға жарамды алдардан, және сиыр бар, түйе бар. Енді қой мен ешкі әр адамға бір-бірден болады. Мысалға мен қой сойғым, құрбан шалғым келсе, менің атымнан тек қана бір қойға жарамды. Бірақ түйе немесе сиыр малдары, түйе сиыр малдары 7 адамға дейін шалса болады. 7 адам бірігіп, түйе немесе сиыр малын шалса болады. Бірақ 7 адам болмай-ақ, бір адам түйені де шалалама шалады. Немесе бір адам полный бір сиырды алып шалалама шалалады екен. Тек адамнан түсінбеу керек. 7-еуі біріксе ғана деген нәрсе жоқ. 3 адам бірігіп та сиыр соя алады, 4 адам бірігіп та болады, 7-ге дейін рұқсат. Яқсы ма? Сондықтан 2 адам, 3 адам, 4 адам бірігіп сиыр немесе түйе шалатын болса, онда иншалла ол да рұқсат етіледі екен. Сондықтан Алла Тағала нәсіп етсе, осы құрбан айттағы құрбандықтарыңызды Алла қабыл қылсын иншалла. Алла Тағала береке берсін.